Жуырда Алматының кинотеатрларының бірінде «Бизнес по-казахски в Америке» картинасының актерлері көрермендермен бірге отырып фильм көрді. Туындыда бас рөлдердің бірін сомдаған Рамазан Амантайға аталмыш киноны көпшілікпен бірге көрген ұнапты. Солай ма? Әрине ұнады. Өте қатты ұнады. Өйткені мен тамыз айы бойы жасаған еңбегімнің бүкіл шаршағанды қазір көрермендермен отырып шығарып алдым десем болады. Аталмыш картина көрермендердің де көңілінен шықты. Өйткені олар залдан әзілдеп, керемет көңіл-күймен шығып жатты. Өте ұнады. Қалжыңдары да орынды, бәрі жақсы. Ұлттық тақырыпты көп қозғаған. Қазақтың мәртебесін көтеру деген тақырыпты жақсы айтқан екен. В общем, біздің кинематограф, комедия жанры дамып жатыр екен. Ұнады кино. В общем, кино бәріне ұнаған. Өйткені прокатқа жуырда ғана шыққан фильмдердің ішінде «Бизнес по-казахски в Америке» картинасы бірінші орында. Осы шыққан күннен бастап күніге көп сообщение келеді, көп бір кісінің даже жылап звондағаны болды. Осындай рахмет, бауырларым аман болыңдар деп, мынандай еншілікті, бауыршылықты көрсетіп жатсыңдар кинода деп. Айтпақшы, комедиялық туындыны көруге келген жандардың көптігі соншалық билет жетпей қалды. Енді бүткіл Қазақстан бойынша бәр жерде билет жоқ деп жатыр. Ол өте мен үшін 100% үлкен деңгей. Сондықтан екінші кино, бірінші кинода сондай болды, екінші кинода одан да асып түсіп жатыр. Өзінің туындыларын ерекше жақсы көретін Жеңісхан аталмыш фильмнің екі бөлімі де өзінше қызықты, тіпті оларды бірнеше рет көрген. Енді біреу жаман, екінші жаман деп айта алмаймын. Тағы да екеуі де менің балам. Сондықтан біріншісі үлкен болса, мынау кішкене үлкенірек бала. Сондықтан әдемі, өзіме ұнап жатыр. Ал үшінші баланы дүниеге әкелу ойда бар ма? Бұйырса енді үшінші «Бизнес по-казахски» оған енді уақытта керек, ойда керек. Сондықтан міне «Бизнес по-казахски» третий болады деп айта алмаймын. Сондықтан Алла жазса, аман болсақ көре жатармыз. Халыққа фильм арқылы Еркош деген атпен танымал болған Рамазан Амантай, егер үшінші бөлім түсіріп жатса, түсуге дайын. Айтпақшы, оның сіздерге бір өтініші бар. Негізі, құрметті көрермендер, сіздерден үлкен өтінішім бар. Рамазан деп айтыңыздар. Менің атым Рамазан, тегім Амантай. Мұнымен бітпек емес. Рамазан Амантайдың сіздерге тағы айтары бар. Мен осы Гакку арнасының көрермендеріне де айтқым кеп тұр. Гакку арнасының көрермендері, мен бәріңізді I go to school. Құрметті көрермендер, Рамазан сіздерге I go to school дейді. Ал сіздер go to кинотеатрға. Өйткені әлі де үлкен экраннан көрсетілуде.